Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы, құрметті Алланың сүйікті құлдары. Аллаға мақтау болсын, және сіздер мен біздердің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлем болсын. Құрметті бауырлар, мен сіздерге жүректі ауыртатын, көзге жас әкелетін бір ауыр тақырыпты қозғағым келіп отыр. Әлбетте қысқа нұсқа айтқым келеді. Біз жетімін жылатпаған бабалардың ұрпағымыз деп айтамыз ғой. Қараңыздаршы, жетімін жылатпаған, жылатпаған өткен шақта. Бұрын сондай болған бабаларымыз. Қазақ даласында жетімдер болмаған, жылатпаған еліміз, бірақ жылатып жатқан еліміз қазір. Шетелдегі қазақ балалары атты бағдарлама бар. Анау Испания, Франция, Италия, Европада қазақтың қаншама бүлдіршін ұлдары мен қыздары со жақта асырап алған. Қазақтың кең байтақ даласына сыймай, сол Европаның тар көшелеріне сыйып кетті дейді. Не деген ауыр сөз, қараңыздаршы. Осындай жағдайға қалай тап болдық? Осындай күйге қалай түстік кеттік? Сол көздері жәутеңдеген тастанды балалар. Біздің қазақ даласында сондай балалар үйі көп. Қазақтың әр өңірінде. Біз ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп қазақ халқы бөлінеді ғой. Ұлы жүздің, орта жүздің, кіші жүздің, әр жүздің балалары сол Европада жүр. Бөгде үш қайнаса жаңағы сорпасы қайнатылмайтын, қосылмайтын біреулердің үйінде өсіп өніп жетіліп жатыр. Олар ұлтын, тілін, дәстүрін, тарихын, тілін біле ма? Жоқ, болды, жат жұттық болып кетті, болды. Сол бүлдіршін сәбилерден сұрайды ғой, өмірің қалай өтіп жатыр дегендей. Қандай сұрақтар мазалайды деген кезде, мен ата-анамды көргім келеді. Оларға бір ғана сұрақ қойғым келеді дейді, мені не үшін тастады дейді. Не үшін тастады мені деп. Сонда дәретханаға, больницаның алдына, балалар үйіне тастап кеткен екен да, шешелері. Қазақтың жігіттері, құр мақтана бермеш, мықтымын деп. Қазақтың қыздары махаббат, романтика деп жүріп, аңдымай басып аяқты, аяғың ауыр болып, ал сол ешқандай жазығы жоқ шақалақ сәбиді тастадың да кеттің да, мысалы. Дәл қазіргі кезде қоғамымызда сондай дерт, аурулар көп. Қыз бен жігіт сол махаббат деп некесі жоқ жүріп жүреді, сөйтеді де ауыр күнә жасайды. Қаншама жетімдер әкесіз, шешесіз өсіп жатыр. Ертең біз жауап береміз. Мен де кінәлімін, сіз де кінәлісіз, бәріміз қазақ қоғамы кінәліміз. Дін, дәстүр, тарих деген нәрседен жұрдай болдық. Сонда оянайық, есімізді жинайық, дінімізді ұстанайық, дәстүрімізді жаңғыртайық, ұлдарымыз бен қыздарымызға ие болайық. Құр мақтана бермей, бәлкім іс әрекетке, амалға көшейік. Қыстың қамын жазда ойла дейді. Міне күн суытты, қалың киімдерімізді кидік, жаурадық, дұрыс па? Қыстың қамын жазда ойла деп. Қазақ мына күз келген кезде қысқа соғым деп, жаңа соғымға ет іздейді ғой, дұрыс па? Кәдімгі қысқа қам жасайды. Қыстың қамын жазда ойла деп мақалдаған кезде біз ахиреттің қамын қазір ойла деп неге айтпаймыз? Бұл қазір ауа райы суық, күн суық болса, ертең қара жерге көмілеміз, ал қабір одан да суық та, ол өте суық. Ол жерде көрпе жастық болмайды, ешкім жылталмайды. Намазың болмаса, оразаң болмаса, Құдайдың алдында жасаған азды көпті құлшылығың болмаса, ғайбат, өсек, жала, зинақорлық, ұрлық, өңшең қорлықтар істеген күнәларымыз көп, Алла сақтасын. Ал сол әрбір ісіміз үшін ертең жауап беретін бір күн келеді. Оянайық. Алла Тағала қазақ халқына береке, бірлік, татулық нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтың әрбір жігіттеріне, қыздарына сана берсін. Алла разы болсын, бауырлар.